Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы литосфераның құрылысы мен заттық құрамы. Сабағымыздың мақсаты литосфераның құрылымы мен заттық құрамын анықтау. Мақсатқа жетуіміз үшін мыналарды білу қажет. Жердің ішкі құрылымын қалай зерттейді? Жердің ішкі құрылымы қандай? Жердің ішкі құрылымы оның бетінің кескінін қалай қалыптастырады? Литосфераның қабаттары неден тұрады? Жердің құрылысын қалыптастыруда белгілі бір реттілікпен орналасқан қатты, сұйық және газ тәріздес заттар қатынасады. Яғни жер шары қабат-қабат құрылымдардан құралған. Үстіңгі қабатты тасты литосфера қабаты дейміз. Оның айналасын ауа немесе газ қабаты, атмосфера қабаты қоршап жатыр. Жер қыртысы және мантияның жоғарғы кристалдық тау жыныстарынан тұратын қатты қабаты литосфера деп аталады. Атауының шығу тегіне байланысты литосфера, грек тілінен аударғанда литос тас, тасты қабат деп аталған. Орталығында ядро қабаты орналасқан, ол сыртқы және ішкі ядроға бөлінеді. Жер қыртысы мен ядроның арасында мантияның 3 қабаты орналасқан. Мантия грек тілінен аударғанда шапан, жамылғы деген мағынаны білдіреді. Ядро мен мантия жердің ішкі құрылысын қалыптастырады. Олардың жер қыртысы арасындағы шекара барлық жерінде біркелкі емес. Олар құрамындағы тау жыныстарына қатысты бір-бірінен айырма жасайды. Жер сфераларының пайда болу реті. Алдымен жер және оның қатты қабықшасы литосфера пайда болды. Ғаламшар қойнауынан шыққан газдардан атмосфера пайда болды. Жер мантиясының дегазациясының нәтижесінен алғашқы гидросфера мен атмосфера пайда болды. Органикалық заттардың пайда болуынан тіршілік пайда болды және биосфера дамыды. Жер сфераларының өзара байланысының арқасында жердің беткі қабаты туралы хабардар ететін табиғи аймақтық кешендер пайда болды. Жоғарыда айтылғандардың негізінде біздің ғаламшарымыздың ішкі құрылымы мен оның ішіндегі үдерістерді білу жер бетінің табиғатын түсіну үшін аса маңызды деген қорытынды шығады. Жердің ішкі құрылымын қалай зерттейді? Жердің ішкі құрылымын зерттеудің бірнеше әдістері бар. Мысалы, жер бетіне төгілген лава құрамын зерттеу. Кейде терең ұңғымаларды қазады, алайда бұл әдісте шектеу бар. Адамдар 12 шақырымнан тереңге аса алмады, өйткені жер қойнауындағы температураның жоғарылығы сонша, ешбір техника оның әсеріне шыдай алмайды. Әрбір 100 метр тереңдік сайын ол 3 градусқа артады. Және де келесі зерттеу әдісі ол сейсмикалық толқындардың көмегімен зерттеу әдісі. Жердің ішкі құрылымын сейсмикалық толқындардың көмегімен зерттеу әдісі ең сенімді әдіс. Әртүрлі жер сілкіністері барысында жер қойнауларында түрлі толқындар туындайды. Оларды біз сейсмикалық деп атаймыз. Жердің ішкі құрылымы қандай? Күрделі зерттеулер бойынша жер 3 қабаттан тұрады. Ол литосфера, мантия және ядро. Литосфера деп отырғанымыз жер қыртысынан және астеносфераға дейінгі жоғарғы мантия бөлігінен тұратын жердің қатты қабықшасы. Литосфера жер қыртысы мен жоғарғы мантия бөлігінің қосындысынан тұрады. Жер қыртысы мен жоғарғы мантия бөлігі бір-бірінен Махаровичич шекарасымен бөлініп тұр. Осы шекарада сейсмикалық толқындардың өту жылдамдығы дереу артады. Есіңде сақта, жердің жоғарғы мантиясындағы тығыздық, беріктік және тұтқырлық қасиеттері төменгі қабатын астеносфера деп атаймыз. Ол литосферадан төмен орналасқан. Жоғарғы шекарасы мұхиттар астында 100 километр тереңдік шамасында, төменгі шекарасы 250-350 километр тереңдікте. Астеносфера жер қыртысында орын алатын эндогенді үдерістердің, яғни магматизм, метаморфизм сияқты пайда болуында маңызды роль атқарады.
Ғалымдар жер қыртысының жоғарыдан төмен қарай шөгінді, гранит және базальт қабаттарынан тұратынын анықтай алды, алайда ол барлық жерде бірдей емес. Құрлықтардың астында ол шөгінді, гранит және базальт қабаттарынан, ал мұхиттардың астында тек қана базальт және жұқа шөгінді қабаттардан тұрады. Мұхиттық жер қыртысында гранитті қабат жоқ. Жер қыртысынан төменде анағұрлым тығыз зат қабаты орналасқандықтан, сейсмикалық толқындардың өту жылдамдығы айтарлықтай артады. Яғни 6,7-7,6 км секундтан бастап 7,9-8,2 км секундқа дейін артып отырады. Осы қабаттағы заттардың жоғарғы қысымға байланысты тығыздалған күйде болатындығын болжауға себеп болды. Бұл қабат мантияның жоғарғы бөлігі және жер қыртысымен бірге литосфераны құрайды. Литосфераның қалыңдығы жазықтар арасында орташа есеппен 35-40 шақырымнан, таулы аудандардың астында 70 шақырымға дейін өзгеріп отырады. Ежелгі таулардың астында жер қыртысының қалыңдығы одан да жоғары. Гималайдың астында оның қалыңдығы 90 шақырымға дейін жетеді. Ең жұқа мұхиттардың астында жер қыртысы орташа есеппен 7-10 км, ал Тынық мұхиттың кейбір аудандарында 5 км-ге дейін жетеді. Литосфера үйлесімдері әртүрлі тау жыныстары мен минералдарды құрайды, яғни түрлі химиялық элементтерден тұрады. Олардың құрамында оттегі шамамен 47%, кремний 30%, алюминий 8%, темір 5%, кальций, натрий, калий, магний болады. Олардың әрқайсысы 2-3%-дан ең көп таралған химиялық элементтер. Осы 8 элементтің үлесіне жер қыртысы массасының 99% тиесілі. Жер қыртысы мен ядро арасында 30 шақырымнан 2900 шақырымға дейінгі тереңдікте мантия орналасқан. Мантия ғаламшардың ең ірі бөлігі, оның массасы жер массасының 67%-ын және оның көлемінің шамамен 83%-ын құрайды. Ол 90 км тереңдікке дейінгі жоғарғы мантия және төменгі мантиядан тұрады. Мантияның жоғарғы қабаты берік әрі қатты болып келеді және жер қыртысымен бірге литосфераны түзейді. Мантияда орын алатын үдерістер жер қыртысына және жер бетіне әсер етеді. Ол құрлықтың қозғалуы, вулканизм, жер сілкіністері, таулардың түзілуі және кенді орындардың қалыптасуының себебі. Литосферадан төменде мантия бетімен шамамен 150-200 км тереңдікте астеносфера орналасқан. Заттардың агрегатты күйіне қарай астеносфераның қаттылығы мен тұтқырлығы төмен, алайда ол 1200 температурада анағұрлым иілімді қабықша. Вулканизм үдерістерінде астеносферамен байланысты, өйткені жер қыртысына енетін не жер бетіне төгіліп ерітілген магма ошақтары сонда орналасқан. Ғалымдар тау жыныстарының температурасы мантияда жер астына тереңдеген сайын орташа есеппен әрбір 33 метрде 1 градусқа артады және 1000 градустан 2000 градусқа дейін өзгереді деп санайды. Сондықтан заттар ерітілген күйде болуы мүмкін, алайда аса жоғары қысымның арқасында олар біз ойлағаннан да анағұрлым қатты. Төменгі мантия оливин және пироксин секілді қатты кристалл заттардан құралады. Жердің ядросы. Жердің ядросы жер ғаламшарының дәл ортасы. 2900 км-ден 6000 км тереңдікке дейін жетеді. Қазіргі зерттеулердің қорытындысы бойынша ядроның температурасы 4000 градустан, радиусы 3500 км. Бұнымен қоса радиусы 1289 км болатын ішкі ядро бар. Дегенмен, жердің ядросы туралы ғалымдардың нақты пікірі жоқ. Әлі күнге дейін құпия күйінде қалуда. Ғалымдардың пайымдауынша, ядроның құрамындағы заттар жердің басқа қабаттарындағындай біркелкі емес. Жердің ішкі құрылымы оның бетінің кескініне қалай әсер етеді? Тереңдеген сайын жер қойнауындағы температура жоғарылайды. Мысалы, 1000 метр тереңдіктегі жер қыртысында кеншілер ыстық жағдайда шамамен 30 градуста жұмыс істейді. Мантиядағы температура бірнеше жүздеген градустан 2500 градусқа дейін жетеді. Ядродағы температура 5000 градусқа жетеді. Ол мантиядағы температураға әсер етеді.
Сондағы заттар ерітілген күйде болады, алайда олар сұйық емес, өйткені аса жоғары қысым оларды қатты күйде ұстайды. Неғұрлым терең болса, қысым соғұрлым жоғары. Ал ерітілген заттар әрқашанда жоғарғы қысым аймағында, төмен қысым аймағына қалай жылжиды. Сондықтан олардың ағын сипаты тік сипатқа ие. Яғни заттардың ағыны төменнен жоғары қарай ағады. Жоғарғы мантияның заты үздіксіз және белсенді түрде қозғалып, литосфера мен жер қыртысының қозғалысын тудырады. Заттардың тік ағыны мантияның жоғарғы бөлігінде литосферамен соқтығысады және жан-жаққа жайылып кетеді. Осы қосарланған ағындар литосфераны жан-жаққа тартып әкеткендей болады. Ал литосфера шынымен де литосфера тақталары деп аталатын ірі блоктарға бөлінген. Литосфера тақталары астеносфера бетімен сырғиды. Астеносфера заты пластикалық қатты денелер мен сұйықтық арасындағы көшпелі күйде болады. Нәтижесінде литосфераның негізгі жоғарғы мантияның осы қабатында жүзіп жүргендей болады. Заттардың ағыны оларды бір-бірімен соғыстырады немесе бір-бірінен алшақтатады. Литосфераның жеке бөліктері, яғни блоктар, миллиондаған жылдар ішінде бір-біріне тәуелсіз түрде жүздеген және мыңдаған шақырымға жылжиды. Соқтығысқан орындарда литосфера тақталарының жиектері қатпарланып, мыжылады және таулар пайда болады. Литосфера тақталары тарайтын жерлерде сызықтар пайда болады және олардың бойымен лава көтеріледі. Жанартаулар осылайша қалыптасады. Қатқан лава жер қойнауына көтерілген магма, салқындау және көптеген заттармен өзара әрекеттесу барысында алуан түрлі пайдалы қазбаларды түзеді. Литосфера тақталарының қозғалысының көпшілігі күшті жер сілкіністерімен және цунамилермен қатар жүреді. Сабақты қорытындылау мақсатында өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер. Мантия жер қыртысынан төмен орналасқан сөйлемі неліктен? Мантия литосферадан төмен орналасқан сөйлеміне қарағанда анағұрлым дұрыс. Жауаптарыңызды видео астындағы комментарийге қалдырыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.